Биыл облыс бойынша дән себілетін алқаптың көлемі былтырғы жылмен салыстырғанда 72 мың гектарға мол. Өйткені диқандар қауымы дәстүрлі емес дән дақылдарды егуге көбірек көңіл бөлмек. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес біз қазіргі күнге тек қана бірінші және элита тұқымды немесе 3-ші класстан жоғары 1-ші, 2-ші, 3-ші класты тұқымды ғана егуге рұқсат беріп жатырмыз. Солай егіледі, солай тапсырма берілді. Бүгінгі күнге бізде 18% тұқым 3-ші класты болып отыр, бірақ оны қайттан алмастыруға қазір жұмыстар жүріп жатыр. Әлі егін басталғанша оны алмастырып үлгереміз деген ойымыз бар. Суармалы жерлердің көлемі де 19,5 мың гектарға ұлғаятын болады. Жалпы көктемгі егіс науқанын сәтті жүргізуге толық мүмкіндік бар дейді облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының өкілдері. Бұл мақсатқа биыл 600 миллион теңге бөлінген. Қаражат шаруаларды қажетті техника және тұқым тыңайтқыштармен қамтуға септігін тигізеді. Арзандатылған бағамен берілетін 9 мың тонна дизель отынында науқанның үздіксіз жүргізілуіне мүмкіндік бермек. Ол 9 мың тоннаның 5 мың тоннасын тасып алынды, 2 мың тоннасы осы жақын күндерде келеді деп тұрмыз. Қазір аудандарға жеткізіліп жатыр. Дизель отынның бағасы 113 теңгеден, атап өту керек, бұл республика бойынша ең төменгі баға. Нарық бағасымен есептейтін болсақ, нарық бағасынан 14%-ға немесе 17 теңгеге арзан бүгінгі күнге. Биылғы жылдың жоспарында асыл тұқымды мал басын көбейту, жеке қосалқы шаруаларды кооперативтерге біріктіру арқылы ет, сүт өңдеуді кемінде 5%-ға дейін арттыруда көзделуде. Анурбек Мырзатайұлы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан Ақтөбе.